Сәлем достар, hi guys, видеоны ашып қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Егер сіз ағылшын тілін енді үйреніп жүрсеңіз, сізде мынадай сұрақтар туындайды. Ағылшын тілін жақсы үйреніп кету үшін неден бастасам екен? Грамматикадан бастайын ба, әлде сөз жаттап бастайын ба? Және ағылшын тілін енді үйреніп жүргендердің көп қателіктерінің бірі сөзді алфавит бойынша жазып алып жаттау. Сол қателікті кезінде мен де жібердім, бірақ енді сізге оны қайталаудың қажеті жоқ, себебі мен сізге бүгін ағылшын тілінде өте жиі қолданылатын сөздердің алғашқы 10-ын ұсынамын. Егер де дайын болсаңыз, қане бастайық. Have дейтін етістікті қазақ тіліне тікелей аударған кезде бар деген мағынаны береді. Яғни, сіз өзіңізге бір заттың тиесілі екенін айту үшін have дейтін етістікті қолданасыз. Мысалы, I have a car. Менде машина бар. Демек, машина сізге тиесілі. Сіздікі. Келесі сөз go. Go, бару. Oh, it's 11 o'clock. I need to go home. Сағат 10 болыпты, менің үйге баруым керек. Келесі сөз know, білу. I know 5 languages. Мен 5 тіл білемін. Use, қолдану. Sorry, can I use a phone? Okay, you can use. Кешіріңіз, телефоныңызды қолдансам бола ма? Жарайды, қолдансам болады. Яғни, ол сізден телефонды қолдануға рұқсат сұрады, қолдансам бола ма деп, бірақ сізге бұл ұнамайды, жарайды қолдансам болады деп амалсыздан бере қойдыңыз. Келесі етістік бізде make, жасау. Мысалы, I make a delicious cake. Мен дәмді торт жасаймын. Яғни дәмді тортты сіз өзіңіз жасап шығардыңыз. Make деген етістікті қандай жағдайда қолданамыз дегенге жауап таптық деп ойлаймын. Яғни, сіз өз қолыңызбен не жасасаңыз да, make дейтін етістікті қолданасыз. Ағылшын тілінде do дейтін етістік бар. Оның да мағынасы жасау, сондықтан сөйлегенде мұқият болу керек. Келесі етістік seem. Seem дейтін етістікті қандай жағдайда қолданамыз? Адамға байланысты, ауа райына байланысты, кез келген жағдайға байланысты өз ойыңызды болжаммен жеткізсеңіз, seem дейтін сөзді қолданасыз. Мысалы, пакетімді жоғалтып алған сияқтымын, ол көңілсіз сияқты, ол бақытты сияқты. You seem happy, сен бақытты сияқтысың, сен бақытты көрінесің. Келесі сөз believe, сену. Адамға сену, Құдайға сену, кез келген затқа сену. Мысалы, I believe you, it's not your fault. Мен саған сенемін, бұл сенің кінәң емес. Wait, күту. Don't wait me, мені күтпе. Келесі етістік move. Бұл етістікті біз қозғалу немесе көшу деген мағынада қолдана аламыз. We are moving so fast. Біз сондай жылдам қозғалып бара жатырмыз. They moved to England last year. Олар Англияға өткен жылы көшіп кетті. Келесі ағылшын тілінде жиі қолданылатын етістік understand, түсіну. Do you know Spanish? I need your help. No. Oh no, I can't speak Spanish. I can only understand. Жоқ, мен испан тілінде сөйлей алмаймын, тек түсіне аламын. Егер сізден біреу испан тілінен көмек сұраса, ал сіздің бар біліміңіз тек түсінумен шектелсе, осылай жауап берсеңіз болады. Егер сізге бүгінгі видео ұнаса, каналға жазылып, видеоға лайк басып кетуіңізді сұраймын. Келесі видеода біз ағылшын тілінде өте жиі қолданылатын сөздердің мағынасын талқылауды жалғастырамыз. Thank you. Goodbye.